Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз медовый торт пісіретін боламыз. Бізге ұн қажет, сары май, бал, жұмыртқа 4 үлкен болса, кішілеу болса 5 жарайды, ас содасы және де құмшекер. Мен және қопсытқышты қосамын, оны ұнға мен уже қосып қойдым. Әрқайсының неше грамм екен видеоның астына жаза кетемін. Осылай темір тостақ, кастрюль болсын, қайсысы болсын, отқа қоятын ыдысты алып, және де оған бірінші біз мед саламыз. Балды біз құямыз, оның астын жағамыз. Ол ерігеннен кейін біз жайлап оған құмшекерді салып, оны да ерітеміз. Мінекей қыздар, медіміз, балымыз қайнады. Біз оған енді құмшекерді саламыз және де араластырамыз. Құмшекеріміз ерігеннен кейін біз ас содасын саламыз. Кішкентай шай қасықпен 1 қасық салсаңыздар жарайды. Мінекей ас содасын алдық, кішкентай ас қасықпен, шай қасықпен, және де ол көпіршиді. Көпіршігеннен кейін қайта жан-жағын араластырып тұру керек. Сосын ол жайлап күйіп бастайды. То есть бал мен шекеріміз күйеді, түсін өзгертеді, қоңыр түске айналады. Өздеріңізге ашықтау қоңыр қажет па, болмаса тоқ қоңыр қажет па, өздеріңіз қалаған түстеріңізде уже оттан аласыздар. Маған тоқ қоңыр ұнайды, өзім медовыйды сондай жасаймын. Сондықтан мен өзіме қажетті түсті дайындаймын қазір. Мінекей, мен өзіме қалаған түсті жасап алдым. То есть қоп қоңыр болды. Өзіңізге қалаған ашықтау түсті қаласаңыздар, ашық кезде уже оттан аласыздар. Су құйып, оттан алуыңыз қажет болады. Маған осы түс ұнайды. Мен енді қазір ыстық 100-150 грамм ыстық суды құятын боламын. Жайлап құйыңыздар, өйткені беттеріңізге шашырап кетуі мүмкін. Қызып тұрған балға ыстық су құйғаннан кейін қатты шашырайды. Мінекей болды, енді сары майды саламыз. Сары майды салып, аздап суыған күтеміз. Одан кейін біз жұмыртқа, ұн, қопсытқышты салатын боламыз. Енді суды біз масамыз, және де оған біз жұмыртқаны бөліп, қазір ұнды барлығын салып қамыр жасаймыз. Мінекей, оның барлығын салдық. Енді осылай қою да емес, қатты сұйық та емес, осылай қамыр болады.
Көп адамдарды көрдім, енді осындай сұйық массаны ұнмен жағып отырады. Және де біреулер маймен жағады, бірақ мен өзім қасықпен кәдімгідей жағып листке пісіре беретін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай масса болу керек. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Міне енді листке біз осы қасықпен жаямын. Ыңғайлы өзіме, осы ұнайды. Сондықтан қолмен жайып, майға батырып, немесе ұнға батырғанша қасықпен осылай жайғанда жақсы. Маған бұйырса 4 кор шығу керек. Бетіне де ұнтақтап себуіміз қажет болады. Осылай жайып шығамыз. Міне осылай болып жайылады. Біздің коржымыз дайын. Енді 4 коржды осылай пісіріп шығамыз. Оған дейін біз крем жасайтын боламыз. Бізге 500 грамм сүт және де құмшекер, аздап ұн немесе кукурузный крахмал, картофельный крахмал да қоссаңыздар болады. Кукурузный жақсы, немесе ұн қоссаңыздар жақсы болады. Отқа қойып, жай қайнатып бастаймыз. Астын қайта-қайта араластырып тұруымыз қажет, өйткені ұн астына жабысып қалады, иә. Сондықтан комок болмау үшін. Міне менің крем уже қайнап шықты. Және де осылай қою болу қажет. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Осы суығаннан кейін біз қазір сары майымызды салып араластыратын боламыз. Мінекей біз сары майды салатын боламыз. Крем уже суыды, аздап қана жылы болып тұр. Ыстық кезінде салсаңыздар, сары май кәдімгідей қатты еріп кететін болады. Сондықтан біз жылы кезінде саламыз, иә. Араластырып қойып, енді корждарымызға жағатын боламыз. Болды, енді креміміз де дайын, корждарымыз да дайын. Енді бірінші коржды мен пышақпен аздап тіліп, кесіп алам, және де бетін тырнап. Соған тәтті су құям, өйткені медовыйға әдемі болып крем сіңіп тұрған жақсы деп ойлаймын. Өзім ойым, қаласаңыздар, жаңағы тәтті суды құймасаңыздар да болады. Өздеріңізге байланысты. Мінекей осындай жан-жақтардың барлығына құйып шығуыңыз керек, сосын жұмсақ тәтті болып сіңіп тұрады. Ендіше кремімізді жағып шығамыз, жаңағы заварной креміміз. Мінекей енді кремдерін жағатын боламыз. Кремді барлығын жағып, жан-жағын барлығына тигізіп, сосын екінші коржымызды да қойып, үстінен жаңағы тәтті суды сеуіп, осындай кремдерді жағып шыға береміз. Болды, осы 3 этажды болды. Енді бетіне мен бір коржыны майдалап қойдым. Соларды бетін бәріне сеуіп шығатын боламыз. Әдемілеп. Сосын біздің медовый тортымыз дайын болады. Ол 1 сағаттай кемінде 1 сағаттай сіңіп тұру керек. Мен рецептім сізге пайдалы болған болса, және де ұнаған болса, лайк басып, және де тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын сіздерге.